449 есепте егер домбыраны координаталық сәуле бойына орналастырсақ, домбырадың тиегі А нүктесінде, Б-сы мойнында, С-сы құлағында дейді. Осы нүктелердің координаталарын анықтаңыз дейді. Енді бірлік кесінді неше екенін тауып аламыз. Бірлік кесінді санаймыз. 0 мен 1-дің арасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бірлік кесінді 10 сантиметр. 10 клетка дейге, клетка. Енді санаймыз. А нешесінде тұр? 1-інде тұр. Значит, А нүктесінің координатасы 10-нан 1 деген сөз. Б нүктесінің координатасы санаймыз. 1, 2, 3, 4. Значит, 10-нан 4 дегенді білдіреді. С нүктесінің координатасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 10-нан 9 деген координатада белгіленіп тұр екен.